Сәлем достар, бүгін біз 2-ақ ингредиенттен 5 минутта балмұздақ жасаймыз. Бізге керегі банан. Егер сіздер бұдан да көбірек жасайым десеңіздер, көлемін 2 не 3 есеге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен бананымызды қабығынан тазалап, осындай видеодағыдай орташа көлемдегі дөңгелекшелерге бөліп шығамыз. Бұдан да сәл үлкен қылып бөлсеңіздер болады, ол маңызды емес. Содан соң мен осындай ағаш таяқшаға жабысып қалмаш үшін үстіне салафан қалташасын кигізіп, жаңағы турап қойған банандарды орналастырып шығамын және мұздатқышқа 30 минутқа жіберемін. Мінекей 30 минут уақыт өткен соң біздің банандарымыз сәл қатып, өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Енді осы бананымызды бөлек ыдысқа салып, блендердің көмегімен барлығын қою масса пайда болғанша толықтай еземіз. Достар, менің каналымда түрлі оңай әрі қолжетімді рецепттер өте көп. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, менің видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бананнан пайда болған қою массамызды беті жабылатын контейнерге бөлек құйып алып қаламыз. Содан кейін құлпынайды жаңағы ыдысымызға салып, дәл банан секілді блендерлейміз. Менде блендердің арнайы ыдысы бар, мен есімнен шығып кетіпті. Содан соң соған салып блендерледім, сонда өте тез жасалынды. Енді осы пайда болған массамызды жаңағы бананның үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейбір кісілер үстіне сгущенкада қосып жатады. Мен қосқан жоқпын, себебі өте тәтті болып кетеді. Сгущенкасыз-ақ бұл балмұздақтың дәмі өте тәтті болып шығады, достар. Енді бетін жауып, мұздатқышқа тура 2-3 сағат аралығына жібереміз. 2-3 сағат уақыт өткеннен соң біздің балмұздағымыз өзінің формасын ұстап, қатып дайын болады, достар. Осымен біздің 5 минут қана уақытыңызды алатын 2-ақ ингредиенттен тұратын табиғи, ешқандай қоспасыз балмұздағымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде өз балаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, назарларыңызға рахмет.